ие, 100, ие, бірдеңе деген сандар бар. Қазір біреулер айтады, WhatsApp-та неден жүріп жатыр, қарап, алмауымыздан қарап. Біреулер айтады, дәлел бар ма деп. Рахмет. Эмульгатор деген нәрселерді сұрап жатсыздар ғой, енді тамаққа пищевой қосылатын добавкалерді айтылып жатсыздар. Біріншіден, ол добавканың барлығын дәл сондай бола береді деп мен өз басым сенбеймін. Мен өз басым оған бір қатты сене бермеймін. Мүмкін солар сондай жасалу тегі түбі содан жасалды. Мысалы, біреулер жаңағыдай жануардың бір заттарынан жасалды. Ол адал ма, арам ба сойылуы біріншіден. Екіншіден, ол жануар жеуге келе ма, келмей ма деген сауалдармен шығады. Біреу жәндіктерден жасалды деп жатады. Осындай эмульгаторларды тамаққа жаңағыдай бір қандайда бір қосымшалар ретінде қосу қалай болады десе, өз басым мысалы Кувейттегі институт бар, ислам зерттеу институттары. Сол ислам зерттеу институтында лабораторияда кәдімгідей эмульгаторларға тексеру енгізе отыра, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның осы көрсеткен хидаятын қазіргі 4 үлкен халықтың арасында танып жүрген 4 мазхаб аясында шешілген бір үкім бар. Ол егер бір зат өзінің басқа бір затқа қосылу арқылы өзінің қасиетін жоғалса, ол сол заттың өзінен болмайды деген нәрсе бар. Мысалы, сірке суын алыңыз. Сірке уксус, сіз оны да ашытасыз, виноға ұқсатып. Бірақ ол винодан көбірек ашиды екен сірке суы. Бірінші ол вино болады, сонан соң одан да өткізіп ашытылғаннан кейін ол сірке суына айналады дейді. Бұзылып, вино бұзылады да сірке суына айналады. Сонда виноның өзін ішуге болмайды, бірақ ары қарай ашып кеткен сірке суын ішуге болатындығы қараңыз. Екеуінің құрамы да жасалу әдісі де ұқсап келеді. Ол біріншіден. Екіншіден, басқа да біздің осы шариғатымызда көптеген дәлелдер бар. Бір бір нәрсенің ішіне қатты араласып кету себебінен өз қасиетін жоғалтып, соны пайдалануға болатындығы. Сол үшін осы эмульгаторлар химиялық жолменен алынған болса, және ол мысалы бір жәндіктен дейік бір қандайда бір зат алды, бірақ ол затты сол жәндіктің өзінің ішіне салып қоймайды, ол эмульгатор. Сіздің жеп жатқан жаңағыдай шоколадтарыңыздың ішінен шыбын, шіркей немесе құрт шығып жатпайды ғой. Бәлки сол заттың бір бөлшегін химиялық тәсілменен жаңағыдай алып, оны бірнеше рет алынады. Мысалы, химия бойынша бір ғана элемент керек о жерде. Сол элементті ғана алып, қалған нәрселерін шығарып отырғаннан кейін, ол өзінің бір аз мөлшерде шығып, басқа заттарға араласу есебінде өзінің қасиетін жоғалтып қойған үшін оған аса қатты жіті көңіл бөлмегеніңіз абзал болады деп ойлаймын. Тек қана шынымен-ақ сол эмульгаторлар алынып атқанда өз қасиетін жоғалтпады десеңіз ғана шектенгеніңіз абзал. Біреулер айтуы мүмкін, харам нәрсе белгілі, халал нәрсе белгілі, бұл күмәнді нәрселерден болып қалады ғой, енді ақыры харам болмағанмен, өйткені түбі осындай болды ғой десе, біліңіздер. Бұрынғы молдаларымыз мынадай деген әсем бір айтып кеткен сөзі бар. Қияметке жақын қылсыз тамақ желінбейді, макрухсыз намаз оқылмайды деген сөз бар. Яғни сіз қаншалықты намаз оқысаңыз да, мен бұл намазымды кәдімгі тап-таза қылып еш нәрсесіз оқыдым деп айта алмайсыз. Дәретіңізде бір жерде қате кетуі мүмкін. Намаз оқып тұрып ойыңыз бір жаққа жүгіріп кеткен болуы мүмкін. Бір қандайда бір қимылыңызды дұрыс істемей қалуыңыз мүмкін. Мысалы, сәжделеріңізде бұл 4 мазхабта да, мазхаб ұстайтында да, ұстамайтында да сондай міндет етіледі. Сәжде жасалынып атқанда қолыңыздың саусақтары бір-біріне тиіп тұру керек деп айтылады. Бірақ мен көп адамнан көрем, саусағын қалай қойып, сол күйінде, ашық күйінде сәжде жасайтындарын көп көрем, мысалы. Енді оларға айтпайсыз ғой, сен намазың бәрі далаға кетті деп енді. Дұрыс па? Сол сияқты, яғни адам да өзінің намазын бітеу оқи алмайды. Тамағында сондай. Сіз ешқашан ойламаңыз, мен тамағым бәрі тап-таза деп. Кешіріңіз. Тіпті сондай нәрсе бар. Кейбір бауырларым мысалы аса өзің тақуалыққа салынып, мысалы мен оң қолыңмен шай құй, сол қолыңмен құйған шайды ішпеймін дейді. Енді сол ол сәл енді ана кісіге жақсылық жасатқысы келген нәрсе деп қана жеңіл түсіне қойық. Ал шыны керек, ол шай харам болмайды оныменен. Өйткені сіздің, мысалы, өзіңіз ойлаңыз, ол шай біріншіден Индиядан ба, Қытайдан ба келді. Оны кім терді, қандай жағдаймен терді? Терлеп терді ма? Нәжеске, туалетке барып кеп тере салды ма? Ол жинаған адам не істегендігін, ол қалай тасылған, сіздің алдыңызға қалай келген, қалай расфасовка болған, оның бәрін іздесеңіз, сіз жегіңіз келмейді ол нәрсені, ішкіңіз келмейді.
Сол сияқты нанның өзі де сондай ғой. Оны егіп атқан, мысалы бидайды еккен адам оң қолымен екті ма? Мысалы ең шындап келгенде. Одан кейін оны орып атқан адам оң қолымен орды ма? Оны жинап немесе диірменге түйіп атқан адам диірменнің кнопкасын оң қолымен басты ма? Оның дәреті болды ма, болмады ма? Тіпті ұн болды дейік, ұннан жауып атқан наубайдың өзі қандай дәрежеде жапты сол нанды пісірді. Мысалы, әдейі айтып жатырмын, сол наубайханалардың ол толық дәрежедегенде Құдай сақтасын, мен бір наубайхананы пәленше деп айтып атқан жоғым. Дегенмен, мысалы, әсіресе мына үлкен наубайхана болмаған бір кішігірім осы частный дейді ғой, жеке меншік сондай наубайханалардың көпшілігінде сол тазалық нәрселері көп сақталмай қалып жатады. Анау неше күндік ұн иленген жерге қайтадан ұнды илей береді. Ол енді бір жағы ғой, мақыл, енді ол жерде микробы бар, басқасы бар деп қарайсыз. Бірақ шын тазалыққа келген кезінде дәретке барып келіп, сол қолын жуды ма, жумады ма, соменен де илейді. Жаңа ол қашанғы, мысалы іш ауырып тұрған шығар, кіші дәретке барып ұйқысырап тұрған шығар, ол барып келеді, оны қашанғы суға маймыл сияқты түсе береді дейді да, жаңа келіп сол күйінде жаңа дәретханаға кіріп шығады, соныменен істей береді нанын. Сол үшін, егер сіз тамағымның барлығын тап-таза қылып жатырмын десеңіз, кешіріңіз, ол тамағыңыздың, сіздің жеп атқан тамағыңызды егер лупамен қарайтын болсақ, ішінде не нәрсе жатқан жоқ оның ішінде. Тіпті, мысалы, адалдап сойып алып келдім деген етіңіздің өзі, мысалы, қандай болып келуі мүмкін. Қойдың өзі тақуалықпен сойылу үшін ең аз дегенде 3 күн бағылу керек үйіңізде. 3 күн бағылып келіп сойылу керек. Өйткені оның не жеп келгенін сіз білмейсіз қойдың. Сол 3 күн өзіңіз таза тағам бере отыра, ішіндегі нәрселерін шығарып, ішіндегі асқазанын жаңартқаннан кейін бересіз. Бірақ сіз асқазанын ғана тазарттыңыз, оның қанында қалды ғой барлық нәрсе. Егер ондай болатын болса, қойыңыздың бүкіл қан айланын тазартам десеңіз, 1 ай, 2 ай бағасыз ол кезде. Мысалда, шындап келгенде. Сол үшін ол ет мәселесі болсын, тағам мәселесі болсын, фаттақуллаха мастататум дейді. Шамаларыңыз келгенше тақуалық етіңіздер дейді. Шамамыз келгенше істейміз. Ал шариғаттың үкімі тұрған екен, оған мұның үстінде тұрып алып енді үкім айту қандай болады? Ғұламаларымыз бір ауыздан айтып кеткен. Мысалы, үлкен ағын су ағып жатса, үлкен ағын су, бұл тек Абу Ханифа мазхабында деп ойламаңыз. Үлкен ағын су ағып жатса, доңыз немесе бір нәрсе өліп жатса судың арғы бетінде, сіз бергі бетінен отырып дәрет аласыз, немесе судың асты жағынан отырып дәрет ала бересіз бәрібір. Себебі ол ағын су ағып жатыр, ол жаңағыдегі ол бәрібір таза деп айтылады. Мен сонда анау нәжес өліп жатыр ғой судың ішінде дейді. Рас қой ол. Біздің мысалы күнделікті ішіп жүрген суымыз қайдан келіп жатқанын қайдан білесіз мысалы. Ең несі үлкен қалалардың өзінде канализациядан қайта тазартылып келеді. Мысалы Москвасында, үлкен Алматысында қалалардың өзінде канализация суларын тазартып барып құйылады крантқа. А кранттан сіз шайға бірден жаңағыдей шайнекті толтырып шай қоясыз соныменен. Жаңағыдей. А сол бірақ сол канализацияның суын тазартылғанда үлкен қалаларда 100% тазартылу деген үкім тұрмайды. 70% тазартылса болды. Қалған 30% енді Аллаға жаңағыдей қатты ішінде бір нәрсе жүзіп жүрмесе болды. Жаңағыдей. Рас қой. Сол үшін жаңағыдей енді дәл оның бәрін айтты десеңіз, сіз онда шайды ішпейтін боласыз бұдан кейін кранттан. Тассайыңыздың өзі қалай құйылып жатқанын қайдан білдіңіз сіз? Мысалда, рас қой. Сіз ең дұрысы есіңіздің алдыңыздан құдық қазыңыз. Сөйтіп содан өзіңіз шай демдеп ішіңіз. Ондай кезде да көрдіңіз бе? Яғни шариғатта сондай нәрсе бар, машаққа дейді. Яғни бір қандай да бір қиыншылық ажыратып алу, соның қайтадан соны тазартуға сондайға ауырлық келген кезінде жеңілдік келеді деген нәрсе бар. Усул фиқ ережесінде. Әл-машаққа яжлибул юср деген мағынадағы не келеді? Бір қандай да бір қиыншылық жеңілдікті тартып алып келінеді. Бұл деген сөз, мысалы, жалпы халық өзіне ол суын үйтіп тазартып іше алмайды. Өз барында есігіңіздің алдыңызда ағып тұрған кранты бұрап жіберіп, ішінен су алып ішесіз. Ол бәрі, мысалы дейік, анау 9 этаж үйінде тұратын адамдар не істейді? Өзінің этажынан үйінен құдық қазбайды ғой ол кісі, мысалы. Немесе ол двордан бір құдық қазып қойғанның өзінде ол құдық қаншалықты таза тұруы мүмкін. Оның ішіне не түспеуі мүмкін. Оған енді көпшіліктің құдығы болғасын қандай болады? Оған тағы да бір дәлел, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның мысалы
Мекке қаласындағы үлкен бір құдық болған, сол жерге өлекселер, әйелдер өздерінің жаңағыдегі айлық қонақтарын алып келіп тастайтын бір үлкен өте құдық болған, ағын суы бар. Сол құдықтан пайғамбарымыздың дәрет алатындығы айтылған. Мысалы, ол неге десе, ол құдықтың біріншіден үлкендігі 10-10 екен, 10 метрде 10 метр. Сол үшін Абу Ханифа 10 метрде 10 метр құдық болу керек, бір шетінен су алғанда екінші шетіне шейін жаңағыдегі толқыны жететіндей дәреже болмау керек деп түсіндіріп береді. Осы құдыққа қарай иштихат қылып, соны қияс қылып айтады. Судың үлкендігі соншалықты болу керек деп. Пайғамбарымыз сондай үлкен құдықтан дәрет алғандығы бар. Сол жерде мысалы жұрттар кейбіреулер нәжесін төгіп, сол жуынып кетіп жатса да. Бұл нені білдіреді? Сіз жаңағыдегі эмульгаторлар жемеймін дейсіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәрет алған, соның дәретіне пайдаланған. Намаз оқыған. Жаңағыдегі халық содан су алып ішетін болған. Бауырлар, ол мысалы әрбір іске ақылменен келейік. Сіз ешқашан мысалы, мен айтпаймын, дінді жеңіл қабылдайсаңыздар бәрі бола береді, бәріне рұқсат беріп қойды деп. Жоқ, кешіріңіз, шамаңыз келгенше тақуалан. Егер шынымен-ақ сол эмульгаторлар бір жаңағыдегі доңыз нәрселерінен жасалынып, сол өзгеріске түспесе, онда оны пайдалана алмайсыз. Дегенмен мен сізге бір үкім айтам. Бұны 4 мазхаб, тіпті мазхаб ұстанбайтын Саудияның өзінден, мысалы Саудия бірақ мазхаб ұстанады, енді Ханбали мазхабын ұстанамыз деп жазады өздерінің несінде, заңнамаларында. Мысалы сол Саудияның ғұламалары да айтады, мынау кондитерский щетка деген нәрсе бар. Мынау булочка, мынау пісірген кезінде үстін майлайсыз жаңағыдегі щеткамен да. Сол щетканың ішінде ең жақсысы доңыздың қылынан жасалған щетка жақсы да. Басқа қылдар оншалықты шыдас бермейді. Екіншіден өте ондай бір қасиетсіз болады, андай несі, қолдану әдісі басқасы дұрыс болмайды. Ол пластикі бар, басқасы бар, неше түрі бар. Дегенмен доңыздың қылынан жасалғандығы мықты болады. Сол туралы сұралған кезінде рұқсат беріледі. Соған рұқсат беріледі. Доңыздың қылынан жасалған щеткаменен булочканың сыртын майлап, жаңа май жағып тұрса бола ма дегенде, болады деп жауап береді ғалымдарымыз. Бұл деген сөз ана доңызды адал деп берген жоқ, бәлки олар да өзінің қалтасынан ойлап тапқан жоқ. Пайғамбарымыз хидаятын іздей отыра, өте үлкен ғұламалар мысалы отырып, мен тек қана жаңағыдегі мысалы ана мазхаб ұстанатынды айтып жатырмын, мазхаб ұстанбайтын ғалымдардың фатуасы тұр. Сол жерде жазып қойған доңыздың щеткасы, жаңа доңыздың жасалған кондитерский щетка бола ма деген кезінде болады, өйткені сол щеткадан абзалы жоқ дейді, шыдамдылығы деп айтылады. Енді қараңыз, сіз қалай болды да, оның қандай булочка жей аласыз, бірақ ғалымдарымыз соған рұқсат беріп тұр. Сол үшін мен естігенім ғана бұл. Анау эмульгаторларды көбінесе мынау Түркияның маркетологтарының шығарған істері дейді, анау өзінің тауарларын Түркияның бірнеше анау қампит жаңағыдегі нелері бар ғой, жаңа шоколадтар бар. Қандай фирмалар? Үлкер фирмасы бар, Хамле фирмасы бар, сол фирмалардың бір ауыздан қосып жасалғандығы дейді да, жасаған нәрсесі, мынау деген нәрсе қосылады, біз оны қоспаймыз, сол қосылғандарды сіздер алмаңыздар, біздің тауар өтсін деген мағынада айтылған сөздер ғана деп кейбіреулер соны шығарады. Дегенменен шынымен ашық ішіне спирт қосылған шоколадтарды, ликер қосылған шоколадтарды жеу дұрыс емес. Оның ішінде шынымен спирт болады, ол өзгермеген күйінде болады. Арақ, ликер болады, ол өзгермеген күйінде арақ құйылады. Мысалы пьяный вишня деген болады, оның ішінде жаңағыдегіндей виносын ба, жаңа коньягын ба, бір нәрсесін қояды. Шоколад с коньяком деген нәрселері бар. Ол да дұрыс емес. Айтып отқан мен именно эмульгатор мәселесін айтып отырмын. 324, бір нәрсе, ондай деген сандарменен келген жаңағыдегі эмульгаторлар, бұлар қайта тексеруден өту керек. Ол жаңағыдегі бір маркетологтың қалтасынан шығарған нәрсе ғана. Оны анық тексерем, анық нәрсе десеңіз, ең қарапайым нәрсе сол эмульгаторларды зерттей білген, сіз химик маманнан сұрап біліңіз. Сол шынымен ақ осы эмульгатор қалай жасалынады, және сол алынған жануардың немесе алынған жәндіктің өзі тұра ма, жоқ соның бір мүшесі, бір шеті ғана алынып, бір қандай да бір құрамы, химиялық құрамының бір шеті ғана алынып, қалған тастала ма деп сұрасаңыз, жауабын таба қоясыз.